Hi everyone, welcome to Easy English channel. In today's lesson, I'm going to explain passive voice. Please don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем достар, бүгінгі сабақта passive voice'ке тоқталатын боламыз. Passive voice'ті қай кезде қалай қолданамыз және де активті қалай пассивке ауыстыру керектігін түсіндіретін боламын. Окей, passive voice дегеніміз бұл қазақ тіліндегі ырықсыз етіске сәйкес келеді. Мысал үшін біз күнделікті тілімізде біз іс-әрекетті кім орындағанын айтамыз, яғни біз үшін іс-әрекеттің өзі де, оны орындаған адам да маңызды. Яғни күнделікті сөйлеуімізде біз өзі етісті қолданамыз. Ал ырықсыз етіс, яғни passive voice дегеніміз бұл іс-әрекетті кім істегені емес, ал ол іс-әрекеттің өзі маңызды. Яғни passive voice-да іс-әрекетті орындаған адам айтылмайды, оның маңызы жоқ. Active voice және де passive voice деген болады. Active voice-та біз белгілі бір іс-әрекетті орындаушыны айтамыз, яғни іс-әрекетті кім орындағанын айтамыз. Ал passive voice-та іс-әрекетті істеген адам айтылмайды. Яғни ол іс-әрекетті істеушінің маңызы жоқ, іс-әрекеттің өзі маңызды. Ал енді мысалмен қарастырып көрейік. Active voice: I do my homework. Мен үй жұмысын орындаймын. Яғни үй жұмысын кім орындайтын айтылып тұр. Мен орындаймын. Ал енді passive voice-та my homework is done. Менің үй жұмысым жасалынды. Яғни іс-әрекетті кім жасағаны белгісіз болып тұр. Бұл дегеніміз active voice-та іс-әрекетті істеуші белгілі, ал passive voice-та іс-әрекетті кім істегені айтылмайды. Ал енді жасалу жолына келетін болсақ, біз active voice-ты subject plus verb plus object, яғни бастауыш, етістік, объект қолданылады, яғни толықтауыш қолданылады. Ал passive voice-та керісінше бірінші толықтауышты айтамыз, одан кейін етістік, соңына барып бастауышты қолданамыз. Мысал үшін, The teacher always answers the students' questions. Мұғалім әрқашан оқушылардың сұрақтарына жауап береді. Бұл жердегі the teacher subject, answers verb, the students' questions объект, яғни толықтауыш болып тұр. Ал енді осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін біз толықтауышты бірінші қолданамыз. Яғни the students' questions are answered. Оқушылардың сұрақтарына жауап беріледі. Ал енді тағы бір мысалға келетін болсақ, My sister cleaned this room yesterday. Менің әпкем кеше мына бөлмені тазалады. Ал енді passive voice-ға ауыстыруымыз үшін This room was cleaned yesterday. Мына бөлме кеше тазаланылды. Яғни active voice-та my sister менің әпкем тазалады деп тұрмыз, ал passive voice-та іс-әрекетті атқарған адамды белгісіз ретінде қолданып тұрмыз. Ал егерде іс-әрекетті істеген адамды passive voice-та қолдануымыз үшін біз by сөзін қолданамыз, яғни арқылы деген сөз. Мысал үшін, he opens the door. Ол есікті ашады. Ал енді осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін the door is opened by him. Есік ол арқылы ашылады. Яғни бастауышты біз passive voice-та сөйлемнің соңына қолданамыз. Passive voice шақтарға жіктелінеді, яғни present simple, past, future simple, present perfect шақтарына. Келесі кезекте әр шаққа тоқталып жасалу жолына мән берейік. Passive voice past participle арқылы жасалынады, яғни verb 3-мен. Естеріңізде болса, етістіктер екіге бөлінеді, regular and irregular. Яғни дұрыс етістіктер, бұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктерге ed жалғау жалғанады, ал бұрыс етістіктердің екінші және де үшінші формасы болады. Осы passive voice-та етістіктердің үшінші формуласы арқылы жасалынады. Алдымен present simple шағына тоқталайық, яғни осы шақ. Жасалуы am is are plus verb 3, яғни past participle. Егерде етістік дұрыс болса, оған ed жалғау жалғанады. Мысал үшін, I make a cake. Мен торт жасаймын. Енді осыны passive voice-та a cake is made. Торт жасалынады. Бұл жердегі passive voice-та алдымен толықтауышты қолданып тұрмыз, яғни cake сөзін is, cake бізде жалғыз болғаннан кейін is қолданып тұр, одан кейін past participle, яғни made сөзі. Make-ті үшінші формасы made болып айтылады. Яғни a cake is made. Торт жасалынады. Келесі мысал, he drew a picture. Ол сурет салады. Ал енді passive voice-та алдымен толықтауышты шығарамыз алдына. A picture is drawn by him.
Яғни сурет ол арқылы салынады десек те болады. Немесе a picture is drawn. Сурет салынады. Бұл жердегі drawn сөзі draw сөзінің үшінші формуласы болып табылады. Тағы бір мысалға келетін болсақ, they don't help you. Олар саған көмектеспейді. You are not helped. Немесе you are not helped by them. Саған көмектесілмейді. Бұл жердегі болымсыз сөйлемде біз am is адан кейін жай ғана not сөзін қолданамыз. Help сөзі дұрыс етістік, оған ed жалғауын жалғаймыз. Яғни passive voice'та алдымен толықтауыш, етістік, содан соң барып бастауышты қолданамыз. Келесі кезекте present continuous жағы. Present continuous жағы бұл дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Жасалу жолы am is a, being көмекші етістік арқылы жасалынады, және де verb 3. Мысал үшін, Tom is flying the kite. Том батпырауық ұшырып жатыр. Дәл қазір ұшырып жатыр. Енді осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін алдымен толықтауышты қолданамыз. The kite is being flown. Батпырауық ұшырылып жатыр. Бұл жердегі flown сөзі fly сөзінің үшінші формуласы. Яғни батпырауықтың кім ұшырып жатқаны белгісіз болып тұр. Тағы бір мысалға тоқталатын болсақ, somebody is cleaning the room at the moment. Біреу дәл қазір бөлмені тазалап жатыр. The room is being cleaned at the moment. Бөлме дәл қазір тазаланылып жатыр. Яғни passive voice-та біз бөлменің кім тазалап жатқанын жасырын түрде айтып тұрмыз. Іс-әрекетті істеуші адам бізге маңызды емес. Бұл жердегі being сөзі көмекші етістік, cleaned, яғни clean сөзі дұрыс етістік болғандықтан біз оған ed жалғауын жалғап тұрмыз. Келесі кезекте past simple. Past simple бұл іс-әрекеттің болып қойғандығын білдіреді. Жасалу жолы was, were plus past participle, яғни verb 3. Бұл жердегі was, were, am, is аның өткен шақтағы формуласы. The teacher corrected the mistakes. Мұғалім қателерді дұрыстады. Ал енді осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін біз алдымен толықтауышты қолданамыз. The mistakes were corrected. Қателер дұрысталынды. Немесе the mistakes were corrected by the teacher. Қателер мұғалім арқылы дұрысталынды деп айтсақ та болады. Бұл жердегі mistakes сөзі көпше түрде болғандықтан біз were сөзін қолданып тұрмыз. Ал corrected ол өз қалпында қалады, дұрыс етістік, оған ed жалғауы жалғанып тұр. He ate 6 apples. Ол 6 алма жеді. 6 apples were eaten. 6 алма желінді. Кімнің жеген белгісіз. Бұл жердегі eat сөзі дұрыс етістік, eat, ate, eaten болып үш жаққа жіктелінеді. Somebody broke the window. Біреу терезені сындырды. The window was broken. Терезе сындырылды. Бұл жердегі broke сөзі сындыру, ол бұрыс етістік, ал үшінші формуласы broken болады. Келесі кезекте past continuous. Past continuous бұл өткен шақтағы белгілі нақты бір уақытта орын алып жатқан іс-әрекетті айтқанда қолданылады. Passive voice-тағы жасалу жолы was, were, being plus verb 3. Мысал үшін, he was writing a letter. Ол хат жазып жатқан еді. Енді осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін толықтауышты бірінші қолданамыз. A letter was being written. Хат жазылып жатқан еді. Немесе a letter was being written by him. Хат ол арқылы жазылып жатқан еді. Бұл жердегі letter сөзі жекеше түрде болғандықтан was сөзі қолданып тұр. Being көмекші етістік, write сөзінің үшінші формуласы written. Келесі мысал, they were eating dinner at 7 p.m. Олар кешкі сағат 7-де кешкі ас ішіп жатқан еді. Ал passive voice түрінде dinner was being eaten at 7 p.m. Кешкі сағат 7-де кешкі ас ішіліп жатқан еді. Немесе dinner was being eaten at 7 p.m. by them деп айтсақ та болады. Келесі мысал, my parents were watching that movie. Менің ата-анам осы фильмді көріп жатқан еді. That movie was being watched by my parents. Осы фильм кеше көріліп жатқан еді деп аударылады. Яғни бұл жерде was, were жекеше және де көпше түрге мән береміз.
Келесі present perfect шағы. Present perfect шағын біз өткен шақта болып өткен іс-әрекетті айтқанда қолданамыз, яғни нақты уақытын айтпаймыз. Бұл passive voice-та жасалу жолы have, has, been көмекші етістігі және де verb 3. Have бірінші және де екінші зат есімдеріне қолданылады, ал has жекеше түрдегі зат есімдерге қолданылады. Мысал үшін, she has bought an umbrella. Ол қолшатыр сатып алды. Осыны passive voice-ға ауыстыруымыз үшін біз толықтауышты қолданамыз. Бірінші, an umbrella has been bought. Қолшатыр сатып алынды. Яғни бұл жерде an umbrella жекеше түрде, has көмекші етістігі қолданылып тұр, been көмекші етістігі, bought бұл buy сатып алу сөзінің үшінші жақ формуласы. Келесі мысал, she has invited me to the party. Ол мені отырысқа шақырды. Ал passive voice түрінде I have been invited to the party. Мен отырысқа шақырылдым. Яғни кімнің шақырылғанын айтып тұрған жоқпын. Яғни іс-әрекетті айтушы адам белгісіз болып тұр. Бұл жерде have been invited. Invite деген сөз дұрыс етістік, оған ed жалғауын жалғаймыз. Тағы бір мысалға тоқталатын болсақ, the students have discussed the book. Оқушылар, яғни студенттер кітапты талқылады. Passive voice түрінде the book has been discussed by the students. Кітап оқушылар тарапынан талқыланылды. Яғни бұл жерде толықтауышты біз сөйлемнің басына қойып тұрмыз, ал бастауышты сөйлемнің соңына қолданып тұрмыз.